Қайырлы күн достар, бүгін бір жасағаннан сәтті шығатын сметанный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қамыр үшін бізге ұн, разрыхитель, май, қант және бір жұмыртқа керек. Ұн мен разрыхительдің үстіне қантымыз бен майымызды қосып қолымызбен крошки жасаймыз. Майымыз мұздатқышта тұру керек, қатты болғаны маңызды. Үстіне бір жұмыртқамызды қосып қолға жабыспайтындай қамыр болғанша араластырамыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Формамызға қамырымызды жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, жұмыртқа және де қант керек. Қаймағымызға қант пен жұмыртқаны қосып венчикпен араластырамыз. Венчикпен араластыру маңызды. Миксер қолданбаймыз. Егер венчик болмаса, шанышқы қолдануға болады. Тек кішкене біріккенге дейін араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Бетіне өз қалауларыңызша әсемдейсіздер. 180 градуста асты-үсті режиміне 40-45 минут пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Патита Кейк.